Сәлем достар! Бүгін сіздерге анар қабығының пайдасы жөнінде айтатын боламын. Бәріміз білетіндей, анарды біз түрлі сусындар ішуге және түрлі салаттарға қосуға пайдаланамыз. Ал сіз анар қабығын қолданып көрдіңіз бе? Анар қабығын тастауға асықпаңыз. Анар қабығы созылмалы және өткір аурулардың белгілерін жеңілдету үшін дұрыс кептірілген қабықтан түрлі сусындар дайындауға болады. Пилингті қолданған кезде кейбір ережелерді сақтау керек, және мұндай құрал бәріне жол берілмейді. Бірақ көптеген адамдар үшін өнімді пайдалану өте орынды және өте пайдалы болады. Анар қабығының құрамы анар қыртысының мәні химиялық құрамы бойынша беріледі. Оның құрамында В, В2, В3, В6 және В9 дәрумендері және А және Е дәрумендері